Қалайсыздар? Әліпби каналы бойынша көптеген сұрақтар келіп жатыр. Каналға тіркелсек, біз қалай үйренеміз деген сияқты. Телеграм каналда әліпби оқулығындағы әр сабақтағы, әр тапсырма, әр сурет болсын, жеке тоқталып, сіз оны балаларға қалай түсіндіресіз. Соның толық түсіндіретін болам. Және тағы да керемет жаңалық деп айтуыма болады. Өзімнің дұрыс оқуды үйрету курсымдағы барлық әдіс тәсілдерді осы әліпби сабағында қолданатын боламын. Өйткені А дыбысын бүгін бастайсыздар. Жоспар бойынша Алла қаласа, келесі әрбір дыбысын өткеннен кейін балаларға ара деген сөздер беріліп кеткен оқулықта. Оны әріпте өте салысымен буындарды қосу кейбір балаға қиындық қылады. Сол себептен балаға өте оңай түсіндіру мақсатында өздеріңіздің оқулықтарыңызбен қатар буындарды үйретуге осы кітаппен бірге қалай екі кітапты бір-біріне кіріктіре отырып балаға дұрыс оқуды үйретеміз. Сол техникалардың барлығын үйрететін боламын.